Жантақ та жанға дәру екен. Осыдан бірнеше жыл бұрын өтім толып қала беретін. Асқазаным қыжылдайтын да қалаған нәрсемді жей алмай құр болатынмын. Тіпті кейде астың сіңуінің өзі қиынға соғушы еді. Өтім толып аузыма ащы запыранның дәмі келіп, қиналып отырғанымда үйге көптен бері көрмеген бір ағайынымыз келіп қалды. Мазамның болмай отырғанын кіржиген қабағымнан байқаған ол кісі бір жерің ауырып отыр ма деп сұрады. Мен өтімнің мазалайтынын айтып едім. Ол дәл қазір жантақтың гүлдеп жатқан кезі. Соны көп қылып орып әкеліп қойда, майдалап турап шәй секілді демдеп ішіп жүр. Тез сауығып кетесін деді. Туысымның сөзіне сенер сенбесімді білмедім. Қарттықпен бірдеңені шатастырып алса, бекерге уланып қалармын деп қорықтым. Сөйтіп ол кісіге мақұл деп бас изегенім болмаса, айтқанын орындай қойғаным жоқ. Біраз уақыттан кейін әскерде бірге болған жігітті көшеден кездестіріп қалдым. Қала сыртында саяжайы барын айтқан ол мені қонаққа шақырды. Мен қонаққа бардым. Досым кәуап әзірледі. Әйелі ет асты. Бірақ көкөністен жасалған салаттардан ғана ауыз тиіп, еттен дайындалған тағамдарды түртіп қана қойғанымды байқаған досым неге тамақ жемей отырғанымды сұрады. Мен ауруымды айтып едім. Ол маған күле қарап, сен қорықпай жей бер, мен оны сіңдіретін нәрсе табамын деді. Сонымен досым кәуапты да бесбармақты да маған күштеп жегізді. Дәмнен кейін әйелі шәй демдеп әкелді. Дәмі өзгешелеу екен. Ішіп отырмын. Қандай шәй деп сұрауға ұялдым. Не керек, қанша күшті тамақ жегеніммен сол күні мен түнде тыныш ұйықтадым. Запыран да мазаламады, асқазанымда қыжылдаған жоқ. Ертесіне қайтып бара жатқанымда досым құтыға салынған бірдеңе берді. Не екенін сұрағанымда ол, бұл сені ауруыңнан айықтыратын нәрсе. Күніге бір стақан қайнаған суға бір шай қасығын қосып іше бер, жақсы болып кетесін деді. Үйге келген соң досым берген шөптен шәй демдеп бір айға жуық үзбей іштім. Шынында да жағдайым түзеліп қалды. Емдік шөбім таусылған соң досыма қоңырау шалып, тағы бар ма деп сұрап едім. Ол күліп, соның не екенін байқамағаның ба деді. Кәдімгі жантақ қой. Соны гүлдеген кезде орып ал, көлеңкеде кептіріп ұнтақтап шай қылып іше бер, бойыңда ауру қалдырмайды деді. Содан бастап жас шықса жантақ жинап алатын болдым. Сөйтіп оны шәй ретінде ішіп жүрем. Құдайға шүкір, денсаулығым 100% жақсарып қалды. Жантақтың суыққа қарсы ыстықты түсіретін, жөтелді басатын, жараның аузын жиыратын, зәр айдайтын, іш қатуын болдырмайтын қасиеттері де бар екен. Іш қатып ауыратындар жантақтың алдын ала кептірілген, ұсақталған тамырының 2 шай қасығын бір стақан қайнаған суға араластырып 7 минут қайнатады. Содан кейін қараңғы жерде 30 минуттай тұндырып суытады. Содан соң осы қайнатпаның бәрін аш қарынға бірден ішіп қою керек. Ішті жақсы жүргізеді. Кейін білдік, жатыр мойының эрозиясы, іріңді отит кезінде жантақ ваннасын қабылдау керек екен. Ол үшін 500 мл қайнаған суға жантақтың 4 ас қасығын салып, оны 2 сағат тұндырып қояды. Содан соң онымен ауырған жеріңізді жуасыз. Дегенмен, оны пайдаланбас бұрын емдеуші дәрігеріңіздің кеңесін алғаныңыз жөн болады. Достар, осы басымнан өткен кішкене ғана оқиғаны достарыңызға таратып жіберіңіздер. Сонымен бірге қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Ол үшін каналға тіркелсеңіздер жеткілікті.